IT білімді қалай тегін алуға болады? Мен сіздерге дәл қазір әлем School деп аталатын IT мектеп туралы айтқым келеді. Әлем School бұл біздің Астана қаласында Экспоның ғимаратында орналасқан IT мектеп. Мысалы, дәл қазір егер әлем.school деп аталатын жеке сайттарына кіріп қарайтын болсаңыздар, бассейн жарияланыпты 16 қаңтар менен 11 ақпанның аралығында 2023 жылы алғашқы бассейн болады. Оған тіркеу 19 желтоқсан күні ашылды, 11 қаңтарға дейін жалғасады. Демек, дәл қазір сіз осы мектепке тегін өтінім беруге мүмкіндігіңіз бар. Әлем School'дың оқу бағдарламасы өте қызық. Ол жерде ешқандай мұғалім, ментор деген болмайды. Студенттер бір-бірімен білім алмасу, ақпарат алмасу арқылы бірігіп оқиды. Яғни нақты берілген тапсырмалар, нақты берілген жобалар, проекттер бойынша олар бірлесіп отырып жүргізеді. Сәйкесінше білім алады. Әлем School негізгі оқытатын тілі Golang. Golang, яғни Go қысқаша осы бағдарламалау тілін, яғни backend серверлік жағын оқытады. Әлем School жылына негізі 2 рет, 3 рет осылай бассейн жариялап отырады. Ағымдағы жылы, яғни келесі жылы, 2023 жылы 2-3 рет болуы тиіс. Оқу бағдарламасы 2 кезеңнен тұрады. Алғашқысы бассейн деп аталады. Бұл бірінші кезең. Барлық үміткерлер, өтінім берген барлық үміткерлер қабылданады. Алғашқы тестілеуінен өтеді. Одан кейін солардың ішінен бассейнге үздіктерін таңдап алады. Бассейн 1 ай болады. 1 айдың ішінде берілген тапсырмалардың барлығын жақсы орындап, жоғарғы балл жинаған ең үздік студенттер екінші кезеңге өтеді. Екінші кезең ол 9 және 12 ай аралығында оқытылады. Әлем School студенттерге өте керемет жағдайлар жасаған. Барлық студенттер жеке компьютермен, стационарлық компьютерлермен қамтамасыз етіледі. Комфортты оқу үшін барлық жағдай жасалынған. Оқу графигі таңғы сағат 9-дан 9:10-нан бастап кешкі 5-6-ға дейін жүріп, күнделікті оқу керек болады. Екінші кезеңге өткен жағдайда да дәл осы бағдарламамен оқу тиіс. Бұл бағдарлама енді көптеген адамдарға тиімсіз болуы мүмкін. Мысалы, мен сияқты таңғы сағат 9-дан кешкі 5-6-ға дейін жұмыс жасайтын адамдарға аздап тиімсіз болады. Алайда бұл осы бағдарламалау программированиені оқып, жұмыс таба алмай, басқа мамандықты, басқа саланы меңгеріп жүрген, әлде жұмыссыз жүрген жастарға, мысалы 18-25 жас аралығында жүрген жастарға өте тиімді болады деп ойлаймын. Өтінім беріп, осы жерден білім алсаңыздар, шамамен 1 жылдың ішінде Golang бағдарламалаушы мамандығын игеріп алуға болады. Әлем School өте керемет мүмкіндік. Төменде көрсетілген сілтеме арқылы өтіп, сайттарына кіріп, міндетті түрде өтінім беріп, білім алыңыздар. Әр қазақ білімді болсын. Ал егер бұл оқу жүйесі маған тиімсіз, мен кешкі 6-дан кейін, жұмыстан кейін бар оқимын дейтін болсаңыздар, IT мамандықты тегін алатын тағы да бір бағдарлама бар, тек орда деп аталады. Оны Астана Хаб және цифрлық министрліктің бірігуімен ұйымдастырылған. Алғаш рет 2021 жылы құрылды және алғаш рет 100 ваучер, яғни грант бөлінді. Биыл 2022 жылы 3000 грант бөлінді. Әр түрлі осы IT мамандықтарды тәрбиелеп шығаратын жеке меншік IT мектептерге, яғни грант бөлінеді. Сәйкесінше кез келген адам дәл сол IT мектептерге өтінім беру арқылы грантты жеңіп алуға болады. Мен өз басым тек орда бағдарламасы арқылы MyFreedom деп аталатын халықаралық белоруссиялық IT мектепке өтінім беріп, грант жеңіп алдым. Дәл қазіргі сәтте мен фронт-энд девелопер, яғни фронт-энд бағдарламалаушы JavaScript бағдарламалау тілін меңгеріп жатырмын. Оқу бағдарламасына келетін болсақ, аптасына 2 рет барамын, сағат 7-ден түнгі сағат 10-ға дейін. Мен сияқты жұмыс жасайтын адамдарға өте ыңғайлы болады. Жұмыстан кейін барып,
еш нәрсеге алаңдамай білім алуға болады. Қалған уақыттың барлығы үй жұмысын орындауға, қосымша ақпарат іздеуге өте тиімді. Келесі Текорда жобасы 2023 жылдың соңына қарай, яғни қазан, қараша айларында болуы тиіс. Сол кезде сіздер Текорда арқылы грант жеңуге мүмкіндіктеріңіз бар. Оған дейін ағылшын тілін дамытып, білсеңіздер жетілдіріп, дайындалып жүргендеріңіз абзал. Дәл осы IT мамандықтарда, IT салада ағылшын тілін жетік білген өте үлкен пайдасын береді. Сонымен қорытындылайтын болсақ, IT мамандықты тегін алудың екі тәсілі бар. Біріншісі бұл бізде Астана қаласындағы Әлем School тегін оқыту мектебіне өтінім беру арқылы білім ала аласыздар. Екіншісі Текорда жобасы. Бұл Алла қаласа келесі жыл 2023 жылдың соңына қарай 10-11 айларда ұйымдастырылады. Сол себепті қапыда қалмаңыздар, күтіп жүріңіздер, дайындалыңыздар. Мен өз кезегінде ол жоба туралы әлі көп рет жазатын боламын.